Баштасақ, құрметті сессия қатысушылар. Құрметті комиссия мүшелері, бүгінгі отырысқа бюджет және экономикалық даму жөніндегі тұрақты комиссия мүшелері және аудандық маслихаттың басқа да тұрақты комиссиялардың төрағалары мен мүшелері қатысып отыр. Сондай-ақ мәжіліске аудандық маслихат төрағасы Қалымбетов Тайбек Әділбекұлы, аудан әкімінің орынбасарлары, ауыл әкімдері, дербес бөлім басшылары, мемлекеттік кірістер басқармасының басшысы және бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері қатысып отыр. Құрметті комиссия мүшелері, бүгінгі тұрақты комиссия отырысының күн тәртібіне мынадай мәселелер ұсынылады. Қазығұрт аудандық маслихатының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы нөмірі 36/202-8 2026-28 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Екінші мәселе, Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Алтынтөбе ауыл округі және Тұрбат ауыл округі өндіріс елді мекенінің шекарасын өзгерту және белгілеу туралы. Отырыстың күн тәртібіне қосып алатындарыңыз бар ма? Жоқ болса, күн тәртібі бекітілсін деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Түсіріңіздер, қарсы қалыс жоқ. Күн тәртібі бекітілді. Құрметті комиссия мүшелері, күн тәртібіндегі бірінші мәселе Қазығұрт аудандық маслихатының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы нөмірі 36/202-8 2026-28 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Сөз аудандық экономика және қаржы бөлімінің басшысы Сайлауов Сейдірахым Бегалұлына беріледі. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, саламатсыздар ма, құрметті депутаттар және Тайбек Әділбекұлы, құрметті бүгінгі күні аудан маслихатының 2026-28 жылға арналған бюджет туралы шешімнің жобасын сіздердің алдарыңызға ұсынылып отыр. Қазақстан Республикасының 2025 жылғы 15 желтоқсандағы бюджет кодексінің 96 және Түркістан облыстық маслихатының 2026-2028 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы Түркістан облыстық маслихатының 25 жылғы 15 желтоқсандағы Ау, мынау біз материал алуға біраз болды, бәрін толық таныспыз ғой. Ағалай сұрақтарымыз болса. Комиссия мүшелері жаңа ғана талқыладық. Сразу сұрақ жауапқа өтсек, қарсылық жоқ па? Қысқасы. Ақыр жақтарында. Бұл жерде жалпы 2026 жыл бюджетіміз жалпы кірістері 1 миллиард 27 миллион теңгеге артып отыр. Жалпы бюджетіміз 9 миллиард 231 миллион теңге болып жоспарланып отыр. Салық түсімдер бойынша 150 миллион 199 мың теңге, ол 6 миллиард 323 миллион теңгеге ұлғайып отыр. Оның ішінде жаңа заң тұлғалардың табыс салығына корпоратив салыққа 597 миллион 109 мың теңгеге артты. Жалпы бекітілген бюджетімізден 1 миллиард 647 миллион 109 мың теңгені құрап отыр. Әлеуметтік салығымыз 546 миллион 900 мың теңгеге қысқарып отыр. Бұл бізде жаңағы 50% еді, қазір 28-де 6% бөлу коэффициенті бойынша қысқарылды бұл жерде. Сонымен біздің аудандық бюджетке қалатын қаржы 797 миллион 740 мың теңге болып отыр. Жаңа тұлғаларға беретін жаңа кәсіпкерлердің мүлік салығына 100 миллион теңге қосылып отыр, артып отыр. Бұл жерде 718 миллион теңгеге құрады. Салық емес түсімдерге 1 миллион 207 мың теңгеге артты, 38 миллион 758 мың теңге бұл жерде ұлғайып отыр біздің бюджетіміз. Жеке тұлғаға берілетін бюджет кредиттерден бұл жерде 458 мың теңге жоспарлануда. Жергілікті бюджеттен қаражатын мемлекеттік мекемелердің ұйымдардың мемлекет сатып алуға түсетін қаржылардан 219 мың теңгеге ұлғайып отыр. Сонымен қатар мамандандырылған ұйымдарға жеке тұлғаларға беретін бюджет кредиттерге 530 мың теңге жоспарланып отыр ұлғайтылуға. Және де негіз капиталға 270 миллион теңге ұлғайып отыр. Бұл жерде жалпы 305 миллион теңгеге артып, бұл жерде 270 миллион теңге жер сату учаскелерден түсетін қаржыларды қосымша ұлғайтылуда. Трансферттерге отыр ауданымызға 606 миллион 160 мың теңге, ол 2 миллиард 566 мың теңгеге ұлғайып отыр. Облыстық бюджеттегі нысаналы даму трансферттерінен 150 миллион теңге бұл жерде Қаракөз ауыл округіне еңбекші елді мекеніне жеткізуші және
газ құбырларын салу және Амангелді Қызылдала елді мекендеріне қосылу нүктелерін қалдыру құрылысына 150 мың теңге жоспарланып отыр. Облыстық бюджеттен нысаналы трансферттерге 456 миллион теңгеге артып отыр. Қаңғыбас иттерді мен мысықтарды аулауға 4 миллион 252 мың теңге, қараусыз қалған қаңғыбас жануарларды уақытша ұстауға 256 мың теңге қаржы қаралып отыр. Халықты әлеуметтік жағынан осал топтағы коммуналдық тұрғын үйлермен қамтамасыз етуге 51 миллион 150 мың теңге жоспарланып отыр. Ағымдағы жөндеу суменен жабдықтау жұмыстарына 400 миллион теңгеге артып отыр. Жалпы 400 миллион теңгені айтып өтер болсақ, бұл жерде әр ауыл округі бойынша Атбұлақ елді мекеніне, Қаракөз Абдалиев ауыл округінде су есептікіш құралдарын арналған темір жәшікпенен қамтамасыз етуге, орнатуға 21 миллион 804 мың теңге. Дәл сондай Жаңабазар ауыл елді мекеніне де су есептегіштеріне 24 миллион 552 мың теңге. Жаңабазар ауыл округінде жаңа жол және үлгілі елді мекендердің су есептегіш құралдарына 33 миллион 644 мың теңге. Жылбұлақ елді мекенінде су есептегіштеріне жәшік орнатуға, сонымен қатар Бенеткеш елді мекеніндегі су мұнарасын ағымдағы жөндеуге 13 миллион 324 мың теңге. Және де мынау Қазғұрт елді мекеніндегі ауыз су қоймаларын, су ұңғымаларын реттейтін құрылғы орнату жұмыстарына 17 миллион 958 мың теңге. Қазғұрт ауыл округі Қазғұрт елді мекенінде мұнараны ағымдағы жөндеу жұмыстарына 31 миллион 644 мың теңге. Қазғұрт елді мекеніне жәшіктер орнатуға 48 миллион 455 мың теңге. Сынтас және Қарабау елді мекендерінде жәшік орнатуға 39 миллион 163 мың теңге. Тесіктеу елді мекенде ауыз су құбырын ағымдағы жөндеуге 41 миллион 876 мың теңге. Үшбастау Жаңабазар ауыл округінде жәшік орнатуға 10 миллион 284 мың теңге. Қарабау ауыл округінде Үшбұлақ елді мекенінде жәшік орнатуға 16 миллион 243 мың теңге. Майбұлақ елді мекенінде Болашақ көшесінің ауыз су құбырын ағымдағы жөндеуге 23 миллион 764 мың теңге. Сабыр Рахим ауыл округінің Көкбел елді мекеніндегі Атамекен Сабыр Рахим көшелерінің ауыз су құбырын ағымдағы жөндеуге 39 миллион 881 мың теңге. Шарбұлақ елді мекенінде су есептегіш жәшік орнатуға 38 миллион 28 мың теңге қаржы қаралып, жалпы 400 миллион теңге облыстық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттерден бюджет келіп отыр. Жалпы айтып кететін болсам, мынау аудан әкім аппаратына 4 миллион 568 мың теңге бюджет ұлғайып отыр. Оның ішінде ел ішіндегі іс-сапарларға 2 миллион теңге, және де күрделі шығыстарға 2 миллион 341 мың теңге. Бұл жерде кіші залға теледидар алуға, және де мынау туменен қамтамасыз етуге, сонымен қатар 5 дана жаңа огнетушитель алуға, вакуумный насос алуға, және де кілем сатып алуға, фотокамералардың штат техниктерін сатып алуға 9 миллион теңге, 2 дана қол арба сатып алуға, жалпы 2 миллион 341 мың теңге. Мынау жалпыға бірдей әскери қызмет шеңберіндегі мынау военкоматқа 227 миллион теңге қаралып отыр. Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне жалпы 131 миллион 427 мың теңге бюджет жоспарланып отыр. Бұл жерде автокөлік жыл көлемінде ағымдағы жөндеуге 200 мың теңге, бұл пробация қызметін автокөлігін жөндеуге. Сонымен қатар іс-шарасына миллион теңге, 126 мың теңге бұл жерде оңалтылған жеке бағдарламаларына сәйкес мұқтаж мүгедектерді гигиеналық құрал жабдықтармен қамтамасыз етуге. Оның ішінде мүгедектігі бар міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету 48 миллион теңге, мүгедектігі бар адамдар мен мүгедектігі бар балаларды санаторлық курорттық емдеуге қамтамасыз етуге 78 миллион теңге жоспарланып отыр. Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстарына 1 миллион 527 мың теңге жоспарлануда. Бұл жерде миллион 80 мың теңге пробация үйінің қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етуге, сонымен қатар 447 мың теңге бейне бақылау құрылғыларын жабдықтауменен 1 дана компьютер және 1 дана принтер, ксерокс аппараттарын алуға 447 мың теңге. Бұл да пробация қызметіне. Және де мына ведомстволық бағынышты ұйымдарында белсенді ұзақ өмір орталығына, мекемесіне бұл жерде су фильтр алуға жалпы 400 мың теңге, массаж креслоға 600 мың теңге, бейне бақылау камерасына 600 мың теңге, мекемеге жерде тұратын қазандық котел 400 мың теңге, компьютерге 300 мың теңге, бильярд столын жөндеуге 200 мың теңге, музыкалық аппараттура алуға, домбыра, соның ішінде баян алуға 200 мың теңге, жалпы 2 миллион 700 мың теңге қаралып отыр, жоспарланып отыр. Аудандық мәдениет және дене шынықтыру спорт бөліміне жалпы 140 миллион 208 мың теңге жоспарланып отыр. Оның ішінде бөлімде
100 мың теңге қызметкердің анасының қайтыс болуына байланысты материалдық көмекке жоспарланып отыр бұл жерде қаржы. 108 мың теңге мына жанар жағармай сатып алуға. Сәке, бір минут. Сен аши мынандай 2 миллион теңге бөлінді болды. Хорошо, болды. Жалпы ішкі саясат бөліміне 5 миллион 500 мың теңге қаралып отыр. Ішкі саясатқа. Жұмыспен мынау аудандық тұрғын үй және коммуналдық шаруашылық жолаушылар автомобиль жолдар бөліміне 638 миллион 613 мың теңге қаралып отыр, жоспарланып отыр. Жаңа 400 миллион жаңа таза су ғой. Иә, 400 миллионы жаңағы жолдарға да жаңа жолдармен 400 миллион теңге қаралып отыр. Сонымен қатар мынау жер қатынастар бөліміне 8 миллион теңге қаралып отыр. Бұл жаңағы карта жасауға бұл жерде. Мынау құрылыс бөліміне 40 миллион теңге жоспарланып отыр. Бұл 40 миллион теңге мынау айтылып отыр жаңа схемаға, бас жоспардың схемасына әзірлеуге. Бұл жаңа базар, Тұрбат, Сарапқана, Қызылқия, Рабат, Үлгілі, Үшбұлақ, Ымталы, Шанақ, Қыдырманбет, Қарабастау, Шарбұлақ, Қақпақ, Қаржан елді мекендеріне жалпы 20 миллион теңге. Сонымен қатар мемлекет күрделі шығыстарына 20 миллион теңге қаралып отыр. Бұл жерде аудандық жаңа мынау полиция бөліміне өздеріңіз жаңа хабарларыңыз бар, изоляторға оқ ату жаңа бөлімшені ағымдағы жөндеуге 14 миллион теңге, жедел басқару орталығына жабдықтауға жұмыстарына 6 миллион теңге. Жалпы 968 миллион теңге аудандық бюджет кірістерінен ұлғайту есебінен қаралып отыр. Облыстық бюджеттен нысаналы және даму трансферттерінен 600 миллион теңге жоспарланып отыр. Жалпы бізде 1 миллиард 27 миллион теңге кірісіміз ұлғайып, шығысымыз соған қарай бағытталып отыр. Сұрақтарыңызға жауап береміз. Сұрақтарыңыз болса. Менде бір сұрақ бар. Мынау Тұрбат ауылында ең тығыз орналасқан елді мекеннің бірі ғой, Қазығұрт ауданында. Біздің Тұрбат 850 абонент су жетін Қотырбақтан ауылға 7 күнде бір рет су келіп жатыр. Сол жанындағы бұлақтан қосымша проект дайын болып та, соны бюджетке қосып жіберсек дұрыс болады еді. Дайын. Құдал бар ма? Неде? Сонда шешілетін еді судың мәселесі. Қазір жауап берсін. Құжаттар дайындалған ма бірінші? Қанша сумманы құрайды? Сонда шешілетін. Болды, осы бойынша басшылыққа алып жұмыс жүргіземіз. Көп емес деген ақшасы 10 миллион деген ғой. Бар ғой, құжат бар ғой? Онда ұсыну керек. Дұрыс, дальше. Тағы сұрақ. Бір не Тұрдал айтпақшы, ақыр тұрып қойдың ғой. Жаңа біз тыңдап атқанда да Ақжар елді мекенінде өткендегі өзгертілмей қапты, қайтадан Балапановпен не көше дейді Ақжар ауылында. Ақжар ауылында Омарбеков пен Құдайберген көшесі. Нұреке түсінікті ол, мен өзімді өзгертіп қоямын, оны қазіргі сессиядан өзгертіп қоямын, болды, мен түсіндім өзі. Түсінікті ол. Екінші рет қайталанып жатыр, Тұрдалы, сен рахым. Сол қазір ерте бір өтіп алады оны. Екеуінің арасында үйлесімді жұмыс керек қой. Түсінікті. Ветеринария бойынша кім бар жауап бере алады? Қаңғыбас иттер ату бойынша 4 миллион 252 мың, одан бөлек мынау уақытша ұстау бағдарламасы деген не 256 мың, одан кейін мынау егу және залалсыздандыру бағдарламасы дейді 502 мың теңге. Мынау жалпы ол ақша қазір ЖКХ бөліміне қойылып жатыр. Ит ату бойынша ше. Біз қазір сондай тапсырма келді облыстан. Мына заң әлі келген жоқ, бірақ законодательство келмеді, бірақ арнайы хат келді. Сол хатқа сәйкес біз қазір мынау өзіміздің жарғымызға өзгеріс жасап отырмыз. Ит атуды қосып жатырмыз. Ит ату жарғыға өзгеріс енгізгеннен кейін сол өзіміздің программаға сол қаржы қойылады. Сол қойылғаннан кейін барып біз соны мынау қызмет көрсету мәселесін қарап, заң талаптарына сәйкес мемлекеттік сатып алу жұмыстарын жүргізіп, енді сол лицензиясы бар, мылтығы бар, атуға лицензиясы бар адам қатыстырып, сондай жұмыстар жүргіземіз. Уақытша ұстау деген ол не бір
бір жерде. Құрметті депутаттар, бұл жерде енді не ғой, бұрында ветеринария деді, қазір заңға өзгеріс енгізілген, арнайы жергілікті атқарушы органға берген, облыстан негізі шешім қабылданып, бұл анау ЖКХ саласына берілген. Біз оны ұсынған едік, әйтпесем ауыл шаруашылығына берген дұрыс еді деп. Ошаға берген екен, енді оны біз питомник қой бұл, уақытша ұстау деген негізі бұл ауданда жоқ. Бұрыннан негізі көтеріліп келіп жатқан, мынау өздеріңіз білетін, анау кіреберіс жақта, сол жақта бұрынғы полигон жақтардың сол жақтан жер беріліп, оны салынатын болып кейін қалып қойып еді ғой, бюджет тапшылығына байланысты. Енді алдағы уақытта оның ұсынысын қараймыз. Бұл жерде тек қана услугасын жанында қызмет көрсететін конкурста береміз. Конкурста енді өздері ұсынып, сол қызметін жасайтын болады. Өздері здание тауып. Ана ЖКХ қарайды дегенге біткеннен кейін мынанша аттық өлтірдік деген сияқты. Иә, оның бәрі бар. Негізі бұл жерде қызмет көрсетуіне өте аз сума берген, өздеріңіз білесіздер. Ауылда қаншама иттер бар, оны бірақ бізге өте аз суманы беріп отыр. Бұл енді бір 10 жыл бұрын бөлінетін ақша еді, бірақ енді алдағы уақытта қосымша бәлкім жергілікті бюджеттен қараймыз. Енді кешегі облыстың бюджетіне байланысты бізге лақтырған жағдай болып тұр. Алдағы уақытта енді бұны қараймыз, назарға алып. Енді Тұрдалы ЖКХ-ны басқарып істемеген нәрсені қалмайтын болды ғой енді. Енді адам емдесе адам емдеп кетесің бәрі. Енді былай менің Кенжехан, мен естуім бойынша 1 қыркүйектен бастап ветеринария, аудандық спорт, білім бәрі бірінші өзімізге өтеді деп жатыр. Солай болатын шығар. Так Тұрдалының жұмысы жетіп артылады ғой. Итадырдан басқа да. Құрметті депутаттар, басқа сұрақтарыңыз материал бойынша. Жақсы, рахмет сізге. Басқа сұрақтарыңыз болмаса, бұл мәселені сессия қарауына ұсынып, тиісті шешімді сессияда қабылдаса. Қарсылық жоқ па? Келісілді, сессияның қарауына ұсынылды. Күн тәртібіндегі екінші мәселе Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Алтынтөбе ауыл округі және Тұрбат ауыл округі өндіріс елді мекенінің шекарасын өзгерту және белгілеу туралы. Сөз аудандық жер қатынастар бөлімінің басшысы Әлсейітов Сабит Ақылбекұлына беріледі. Құрметті депутаттар, құрметті сессияға қатысушылар, Қазақстан Республикасы жер кодексінің 108 бабының 1-5 тармақтарына Қазақстан Республикасының әкімшілік аумақтық құрылыс туралы Қазақстан Республикасы заңының 12 бабының 3 тармақшасына сәйкес Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Тұрбат ауыл округі өндіріс елді мекенінің шекарасына Қазығұрт ауданы Алтынтөбе ауыл округінің ауыл шаруашылығы мақсатында 150 гектарды жерді қосу арқылы Тұрбат ауыл округі өндіріс елді мекенінің шекарасын өзгертуді ұсынып отырмыз. Бұл жерде енді айта кетсек, бұрыннан көтеріліп кеткен мәселе, депутат Кадир Нұрлан неше жылдан бері көтеріп келатыр. Енді бекітіп бүгінге түскен шығар енді. Соны осыны бекітіп берсеңіздер. Енді осы бойынша менде бір сұрақ бар еді. Сұраңыз. 150 гектар жер Алтынтөбе ауылдық шекарасынан алып Тұрбатқа бергенде түрегінен сұрап жатырмын, қоршау алатын бөлепті. Әрбір ойыр ашық жататын жерлер болса неге тұра бермеді ол? Жоқ, ол жерде ашық жатқан жер емес, ол жерде 22 үй бар. Кезінде түсіп кеткен. 22 үйге 1 гектар жаңа айттым мен. Алтынтөбеден 1 гектар берейік. Ол жерде одан кейін Тұрбаттың қоралары да бар. Мен білуімше 7 ме 8 қора бар. Енді не болса да Енді ауданымыз бір ғой енді. Нұрланда жақсылықта тарихта қаласыңдар. Шекара бекіту деген. Мені жаңа Алтынтөбенің жерін Тұрбатқа беріп жіберді деп қаламын ғой мен. Лучше мен бермей қалғаным жақсы. Енді Алтынтөбенің қоғамдастық жиналысында қаралып, Алтынтөбе келісім берген. Алтынтөбе ауылды Тұрбат деп шығады ғой. Иә. Тұрбат болып шығу керек. Иә.
бұл енді қазір бұл сессия бекіткеннен кейін біз бұны облысқа жолдаймыз. Бұны облыс мәслихаты қарайды. Ауыл округтың шекарасын облыс мәслихатымен өзгертіледі ғой негізі. Одан кейін барып жаңағы базаға ендіріледі. Түсінікті. Бұл мәселені сессия қарауына ұсынып, тиісті шешімді сессияда қабылдаса. Қарсылық жоқ па? бір сұрақ бар еді. Ескірген сұрақ қой. Анау елді мекен шекарасын ұлғайту базаға енді. Базаға біз кадастрге октябрь айында ма ұсыныс бергенбіз. Бірақ әленген жоқ. Себебі бар ма оның созылуына? Себебін сұрасақ, олар Астанаға жіберген дейді. Бұлар облыс өткізген, облыс Астанаға жіберген. Сол жақ ендіреді дейді. Алды өткізген әкімшіліктердің құжат өткізгеніне уже 4 жыл айналып баратыр ғой деймін шамамда. Енді 19 елді мекен бекіттік қой біз. Алдында 2 жыл бұрын 10 миллион теңге бөліп кадастрға жаңағы біз заявка бергенбіз. Жылдамдатудың жолы жоқ деген сонда? Сұрап көрейік кадастрға, бірақ енді біз кадастрға беріп қойғанбыз, бәрін ақшасы төленіп қойған. Енді Сәке, тағы бір сұрақ. Жаңа осы мәселені Алтынтөбе ауылдық округтың халқымен келісілген ба? Келісілген, протоколы бар. Протоколы бар. Осы жерде жаңа ауылдың әкімінің орынбасары отыр ғой. Подтверждение берсін онда, осы келісілген бәрі. Менде протокол тұр. Микрофон бар ма? Микрофон. 27-10-2024 жылы протокол тұр. Онда қоршау басында айтты Нұрлан. Ол осыдан 1 жыл бұрын қоғамдастық жиналыс шақырылып, ол да шешілген ол жаңағы мәселе. Жақсылық рахмет десе, Сталин алу мен неге шейін алып қоймақшы қырқызға шейін. Тағына жақсылықтар көрмейсіздер ме? Жекешеленіп кетті. Жүріп кетер жері бар. Басқа сұрақтарыңыз жоқ па? Жақсы, рахмет сізге. Келісілді, сессияның қарауына ұсынылды. Құрметті комиссия мүшелері, тұрақты комиссия отырысын күн тәртібіндегі мәселелер қаралып бітті. Осы мәселе бойынша қаулы қабылдауымыз керек. Қазығұрт аудандық мәслихатының бюджет және экономикалық даму жөніндегі тұрақты комиссияның отырысы қаулы етеді. Аудандық мәслихаттың 8 шақырылымдағы кезектен тыс 38 сессияның күн тәртібіне мына мәселелер ұсынылсын. Бірінші, Қазығұрт аудандық мәслихаттың 2025 жылғы 24 желтоқсандағы нөмірі 36/202-8 2026-28 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Екінші мәселе, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Алтынтөбе ауыл округі және Тұрбат ауыл округі өндіріс елді мекенінің шекарасын өзгерту және белгілеу туралы. Құрметті комиссия мүшелері, қаулы қабылдансын деген комиссия мүшелерінің дауыс беруін сұраймын. Сүріңіздер, қарсы қалыс жоқ, қаулы қабылданды. Құрметті комиссия мүшелері, тұрақты комиссия отырысын күн тәртібіндегі мәселелер қаралып бітті. Мәлімдеме немесе хабарлама жасайтын депутаттар бар ма? Жоқ болса отырыс жабық деп жариялаймын. Онда үзіліссіз сессияны өткізбей, құрметті әріптестер.